Everyone, how are you? Біз бүгін ағылшын тіліндегі салыстырмалы күшейтпелі шырайларды өтеміз. Жалпы салыстырмалы шырай дегеніміз ағылшын тілінде comparative, ал күшейтпелі шырай дегеніміз superlative. Сын есім adjectives. Comparative and superlative adjectives. Бүгін өтеміз. Салыстырмалы шырай дегеніміз не? Мысалы, екі затты бір-бірімен салыстыратын болсақ, ұзынырақ, үлкенірек, кішірек деп айтатын болсақ, бұл салыстырмалы шырай. Ал егерде күшейтпелі шырай дейтін болсақ, мысалында өте үлкен, өте күшті, ең жақсы деп ағылшын тілінде оны күшейтпелі шырай, яғни superlative adjectives деп айтамыз. Формуласына келетін болсақ, егерде сын есім бір буынды болса, буын дегеніміз не? Мысалында әдемі үш буын, сұлу екі буынды. Міне, егерде сын есім бір буынды болатын болса, мысалында small бірақ буын ағылшын тілінде, cheap арзан бір буынды, big үлкен бір буынды. Бұндай жағдайда сын есімге er жалғау жалғанады салыстырмалы шырайда. Мысалы, қараңыздар, small кіші, smaller кішірек. Er жалғанып тұр, өте кіші деп айтатын болсақ, the smallest өте кіші. Cheap арзан, арзанырақ деп айту үшін er жалғаймыз, cheaper арзанырақ. Өте арзан, es жалғаймыз, алдына the артиклін қоямыз, the cheapest өте арзан. Big үлкен, үлкенірек, bigger өте үлкен деп айтатын болсақ, the biggest. Яғни, қайталадан айтамын, егерде сын есіміңіз бір буынды болатын болса, ендеше оған er жалғау жалғанады салыстырмалы шырайда. Ал егерде көп күшейтпелі шырайда айтатын болсаңыздар, ендеше est жалғанады да biggest, smallest деп оқылады. Ағылшын тілінде бұрыс сын есімдер де бар. Мысалы, бұрыс жетістіктер бар ғой, дәл сол секілді бұрыс сын есімдер бар. Бұрыс сын есімдер, олар бір-бірімен салыстыру барысында оларға er, es, оны ештеңеде жалғанбайды. Оларға тек қана сөздер түбірімен өзгеріп кетеді. Мысалында good, better, the best. Жақсы, жақсырақ, өте жақсы. Түбірімен өзгеріп кетіп тұр. Көрдіңіздер ғой? Бұларға gooder, the goodest деп айта алмаймыз. Bad, жаман, жаманырақ деп айту үшін worse, жаманырақ. Өте жаман, the worst. Көп, many, көбірек, more. Өте көп деп айту үшін the most болады. Егерде сын есім екі буынды болса, оған ол y әрпімен аяқталатын болса, салыстырмалы шырайда y, erге айналып кетеді. Яғни dirtier, less, dirty, ласырақ, dirtier, өте лас, the dirtiest. Ерте, early, ертедек, earlier, өте ерте, the earliest. Егерде сын есім екі буын немесе одан да көп буыннан құралған болса, ендеше оның сын есімнің алдына more және де күшейтпелі шырайда the most келеді. Мысалында, қымбат ағылшын тілінде expensive, қымбат. Қымбатырақ. Мынау сырға мынадан қымбатырақ деп айтатын болсақ, алдына more қоясыз сын есімнің алдына. More expensive, қымбатырақ болады. Мынау сырға өте қымбат деп айтатын болсаңыздар, the most expensive. Бұларға er, es сын есімге ештеңе жалғанбайды. Егерде көп буынды болса, тек қана алдына more және the most келеді. Мысалында тағы да important, маңызды, маңыздырақ, more important, өте маңызды, the most important. Мына жерде тағы да бірнеше мен мысалдарды келтіре кетейін дедім. Мысалында fast, жылдам, жылдам. Енді жылдамырақ деп айту үшін faster. Өте жылдам, the fastest. Clean, таза, тазарақ, cleaner, the cleanest, өте таза. Big, үлкен, үлкенірек, bigger, өте үлкен, the biggest. Dirty, лас, ласырақ,
dirtier, өте лас, the dirtiest. Short, қысқа, shorter, қысқарақ, the shortest, өте қысқа. Beautiful, әдемі, more beautiful, әдемірек, the most beautiful, өте әдемі. Difficult, қиын, more difficult, қиынырақ, the most difficult, өте қиын. Соңғы екі сын есім beautiful, 3 буын, difficult, 3 буын, 2 немесе одан көп буынды болса, сын есімнің алдына more және the most келеді. Егер де 1 буынды немесе 2 буынды y мен аяқталған жағдайда сын есімге er, es жалғаулары жалғанады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.